Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жаңа бағалаудың түрін көрсету. Бұл шаблон авторлық, бірақ менен ала аласыздар. Ол үшін төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласуларыңызға болады. Қалай жұмыс істейді көрейік. Мысалы, бірінші оқушы. Аты жөнін жазып қойасыздар, 1 балл алды. 11-ші оқушы 1 балл алды дегендей. Тура осылай 10 балға дейін жеткізуге болады. Тінтуірге қарап отырсаңыздар, мінекей, аты жөнін жазған кезде балл қосыла береді. Бұл шаблонның ерекшелігі неде? Барлық бала бағаланады, үнсіз бала болмайды. Интернеттің қажеті жоқ. Өңдей аласыздар. Бір жүйеде құрылған. Дәл осы шаблонмен бағалайтын болсаңыздар, бала қай жерде қате жібергенін біле алады. Өйткені жүйелі түрде кері байланыс алады сізден. Ал сіз болсаңыз ұсыныс білдіресіз, ал бала шешім қабылдайды. Мотивация ретінде қолдансаңыз дұрыс болады. Бүгін 7 балл алдың ба, ертең 8 балл алуға тырыс дегендей. Және де уақытылы журналыңыз толатын болады. Мінекей, Асылым және Марат деген өңделген нұсқасын ұсынып отырмын. Қалай өңдеймін деп жатады көпшілік. Өңдеуді білмейтін мұғалімдер бар екен, көрсетейік. 3-ші оқушының аты жөнін жөндейік. Мәселен, аты Толқын болсын. Содан кейін слайд-шоу, міне тінтуірдің жылжуына қарап отырыңыздар, текущего көрейік. Мінекей, қазір біз толқынды бағалаймыз. Тек қана толқынды бағалайық. Толқынды басамыз. Мен осылай өз сыныптарыма дайындап қойдым. 5-ші А сыныбы қазақ тілі. 5-ші А сыныбы әдебиет. 7-ші Б сыныбы қазақ тілі. 7-ші Б сыныбы қазақ әдебиеті. 7-ші В сыныптары. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк, комментарий сіздерден болсын, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шаблон керек болса хабарласыңыздар.